Біреуге алғаннан да беру оңай, біреуге үй алғаннан өлу оңай. Үйдегі ата-ананың тәрбиесін бере алмас 60 апа 50 ағай деген екен қара өлеңде қазақ. Неге бұлай десеңіз, мен сіздерге айта кетейін, бала шырет дүниеге келгеннен бастап өзінің әкесінің әрбір қылықтарын, егер ер бала болса, оның жүріс тұрысын, сөзін, әрбір қимылын бағып өседі, соны қайталауға әрекет жасайды, байқасаңыз. Мен 2 жасар балам күрекпен жер қазып жатып, жаныма түкірген кезде, мен түкіріп болмай жатып, ол да түкірген. Мен таң қалғам соны. Бұрын мән бермеген бұған. Сосын түкіруді қойдым, баланың көзінше. Сол секілді балаға әкесінен артық адам жоқ, тұлға жоқ. Себебі әке бәрі мейірімін төгіп өсіреді. Мейірімін төккен адам, жақсы көрген адам, ол өзінің әкесінің әрбір ісін қайталайды. Көшеден бір нәрсе жымқырып келетін болсаңыз, оны келіп балаңызға көрсететін болсаңыз, ол ертең өзі жымқыратын болады. Біреудің пайда көріп үстінен, оны балаңызға келіп айтатын болсаңыз, үйге келіп шайдың басында айтатын болсаңыз, оны сөзсіз қайталайтын болады ертең балаңыз. Қыз бала да дәл солай. Өзінің шешесінен артық адам жоқ әлемде. Ол мейлі қандай болсын. Сол үшін өзінің шешесінің әрбір іс-әрекетін қайталайды. Ертең ұзатылып кеткен кезде дәлме-дәл қайталайды, сөзбе-сөз қайталайды сөздерін. Сол үшін дұрыс сөз сөйлеуге әрекет жасаңыз. Ер адамдар, боқтамаңыздар. Өзінің боқауызды шұбыртып отырып, қалай балаңа боқтамаңыз. Сіз жоқ жерде міндетті түрде боқтайды. Дәл сіз секілді интонациямен боқтайды. Шын, мен есігімнің алды мектептің жаңағы алаңында балалар ойнап жүреді. Ана боқтап атқан балаларды көрсем, құлағым тұрады. Бұл қалай деп? Қарайсың бәрінің, сұрастырасың кімнің баласы. Тур әкесі сияқты боқтайды. Таң қаласың. Сол үшін мектептегі мұғалімдер тәрбиені бермейді, олардың қанша бергенмен олардың тәрбиесі өтпейді. Ата-ананың тәрбиесі бұл жерде. 60 апай мен 50 ағай бере алмайтын тәрбие, ол ата-ананың тәрбиесі. Дұрыс жүріңіз, дұрыс тұрыңыз, титімдей нәрсе болса да назар аударыңыз. Жақсы іс-әрекет жасаңыз, жақсылық жасайтын кезде жаныңызға ертіп жүріңіз. Сонда ғана бала ертең сізге ұқсаған жақсы азамат болып шығады. Егер сіз жақсы болсаңыз, жақсы азаматша болып шығады. Егер сіз жақсы азаматша болсаңыз. Сол үшін өзімізді тәрбиелейік. Сол кезде біз ертең қарғыс алатын емес, қалғыс алып жүретін, ұл қыз тәрбиелейтін баламыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман болыңыздар.